Суфиян ас-Саури деген кісі болған. Үлкен ғалым, салиқалы кісілер. Бірақ әрбір салиқалы кісі, үлкен ғалым. Анау білім іздеген күннен бастап сынақтардан өтеді. Әркімнің өмірі. Қараңыздар. Сонда Суфиян Саури айтады. Қараңыздар. Мен дейді бір кісінің қасынан өтіп бара жатқан кезде бір сөзді айтып қалдым дейді. Сол сөзімді сосын түсіндім дейді, күнә екенін. Қараңыздар. Мен дейді 5 ай түнгі намаздан махрұм қалдым дейді. Суфиян Саури деген кісі, үлкен кісі ол. 5 ай мен түнгі намаздан махрұм қалдым дейді. Ол сол күнге дейін түнгі намазды оқып келе жатқан ғой. 5 ай бойы оқи алмадым дейді мен оны. Бір күнәнің себебінен дейді. Сонда қасындағы адал достарының бірі сұрайды ғой, не күнә ол? Әрине ол жаңағыдай жолда жүрген адам, мысалы, діни жолда, білім жолында жүрген адам андай бір үлкен күнә жасамайды ғой. Ол не күнә? Сонда айтады, мен бір кісінің дұға жасап жылап отқанын көрдім дейді. Қараңыздар. Дұға жасап жылап отқан кезде нәпсім, ішімде ой кетті дейді. Көзге көріну үшін істеп отыр ғой деп. Қараңыздар. Осы сөз ақтау деп аталады. Түсіндіңіз бе? Көзге түсу үшін істеп отыр ғой деп ойладым, құрыдым дейді, содан бітті. 5 ай түнгі намазды оқи алмадым дейді мен. Имам Ғазали айтады, мәселе жаңа 5 ай бойы түнгі намаз оқымағанда ол оқылып жатыр ол. Бірақ олар түсінген оқумен біз түсінген оқудың айырмашылығы бар. Түсіндіңіздер ме? Имам Ғазали айтады, егерде сондай бір істе Алла тағаланың ашуы келіп қалса дейді, қараңыздар. Адам салиқалы істі істей береді дейді. Қараңыздар қандай нәрсе? Ықыласты алып қояды дейді. Ананың жүрегіндегі ықыластың жоқтығын айтып болған үшін ықыласты алып қойғанда. 5 ай оқи алмадым дейді мен. 5 ай бойы жылады ол кісі. Қара, бір адам үшін бір салиқалы амалдан айырылып қалуымыз мүмкін екен бізді. Неге? Өйткені өзіңді кішкене жоғары ұстап қалдың да. Бірақ ол білінбейді жоғары ұстап тұрған сияқты. Түсіндіңіз ғой қандай мәселе? Мысалы, ана жерден сіз көшеде кетіп бара жатқан кезде бір міскін адамды көріп қап, жәшіктің қасында жүрген. Егер бір сөз дұрыс шықпаса, жағдай қиын болады, құрметті жамағат. Аллах тағала Рахман Рахим. Билікті ол шығарады да. Қараңыздар қандай мәселе.